Менің келін болып түскеніме 5 жылдан астам уақыт өтті. Күйеуім, мен және қайнағам үшеуміз бірге тұрамыз. Ата-енем осыдан 3 жыл бұрын жол апатында қаза болған. Мен келін болып түскенде ата-енем өте жақсы, түсінігі мол кісілер болатын. Менің де мінезім ашық жарқын, адамды сыйлай білетін қыз едім. Бірақ түсінгенім, келін қыздың орнын ешқашан баспайды. Қанша жақындағаныммен енеме сонда да жақпай кеттім. Біз әлі күнге дейін ауылда тұрамыз. Қайнағам үйленбеген. Ата-енемнен қалған үйде тұрамыз. Күйеуімнің ағасы жас кезінде өте қызқұмар болған деседі. Көшеден түнде үйге келгенде мойындары қып-қызыл болып, ерні көгерген болып оралатын дейді туысымыз. Қазір қайнағамның жасы 40-қа жақындаған болса да, көп сөйлей қоймайды. Мүмкін менен ұялады ма? Түнде үйге кеш оралады, кейде ішіп келеді. Жұмысты жасамайды, жылына 1-2 рет, 1 ай істеп келеді. Келіп үйде болады. Күйеуіме айтсам, менің ағам туралы артық ештеңе айтпа, ол менің ағам, шаруам болмасын дейдін. Ал менің бар ойым, ақша тапсын, жүрсін, өмір көрсін, қатарынан қалмасын деп жаным ашитын. Ал күйеуіме ол ұнамайтын. Енді жасы 40-қа толмаған қол-аяғы сау еркектің үйде қол қусырып отырғаны менің ойымша ақылға қонымсыз. Енем де ұлына ештеңе деп айтпайтын. Керісінше бар тәттіні сол ұлының алдына қоятын. Шаруа болса да менің күйеуіме жасататын. Ұлым демалсын деп. Отбасымызға қиын күндер туғанда күйеуім айлығы аз болған үшін үкіметтің жұмысынан шығып вахтаға жұмысқа тұрады. 1 ай істеп, 1 ай демалатын. Жұмысы басқа қалада. Ал мен үйде қайнағаммен қалатынмын. Осы жұмысқа тұрғалы арамыздың суи бастағанын сездім. Күйеуім маған көп көңіл бөлмейтін болды. WhatsApp-тан жазбайды. Отасқанымызға 5 жыл болса да, күйеуіме 1 бала туып бере алмағаннан болар деп түсіндім өзім. Баласы бар отбасыларға қызыға да, қызғана да қарайтын. Мен үйде қайнағаммен жалғыз қалғасын, қандай болса да сол кісі маған жақын болып кетті. Бірақ мен ештеңе білдірмеуге тырыстым. Бүгінгі күнге дейін. Мен дәретханадан келгеннен кейін іш киімімді жуып бөлмеме жайып қойған болатынмын. Түнде бір оянсам, іш киімім орнында жоқ. Маған елестеп жатыр ма, әлі мен жадасып тұрмын ба деп өзімнен күмәндандым. Ойымда арам ой жаман ештеңе жоқ. Келесі күні тағы осы оқиға қайталанды. Бірақ бұл жолы киілген іш киімім жоғалып кетті. Үйде тек ағам екеуміз едік. Ол кісіге де босқа жала жапқым келмеді. Бір күні кешкі ас үстінде ол кісі маған, "Шіркін, сендей әйелім болса, арманым болмас еді. Інім сені бағаламайды. Сені тастап қалай басқа жаққа жұмысқа кетті. Жақсы көрсе, қалай сағынбайды екен" деп әңгімесін аяқтады. Әрең шыдап жүрген мен үндемей қалдым. Түн ұйқыға кеткен менің бөлмеме қайнағам кіріп, мені аймалай бастады. Басында мен түс көріп жатқан шығармын деп ойладым. Мені барлық жерімнен аймалап, ернімнен сүйе бастады. Мен қарсылық көрсетпедім. Себебі барлық жасап жатқаны маған қатты ұнап жатты. Күнде көз алдымнан кетпей адамды қызықтырып қоймадың ғой. Маған неге кезінде кездеспедің екен? Сені ең бақытты әйел қылатын едім. Мен сенен бала сүйгім келеді деді құлағыма. Аузыма келген түкірігімді жұта алмай қалдым. Бірақ сол сәтте мен күйеуім жайлы ұмытып кеткендей сезімде болдым. Сол бір мезетте миымнан барлық нәрсе өшіп қалды. Сен осы үйге келген күннен бастап маған ұнайтынсың. Мен сені одан қызғанамын деді маған. Екеуміз біраз аймаласып, бірден іске кірістік. Есе қаларлық сезім мен махаббатқа толы түн болды. Маған бәрі ұнады. Өзімді ең бақытты адам сезіндім. Таң атты. Таңертең маған таңғы ас жасап, мені төсегімнен оятты. Махаббат сезіміміз ұлаулап тұрғанын бақыладық. Жұмыс іздеп жүрмін, жұмысқа тұрамын деді маған. Көңілімді аулау үшін.
Сені үлдемен бүлдеге ораймын әлі, көресің. Мен ғана саған лайықты екенімді саған дәлелдеймін деп үйден шығып кетті. Мен жұмысқа жаяу шықтым. Әр басқан қадам сайын күйеуіммен арамыздың шынымен суып кеткенін ойлап бардым. Кеш болды. Мен өз бөлмеме кіріп ұйықтайын деп жатқанда есігімді ақырын қағып кіре салып мені тағы да аймалап өте ыстық түн өткіздік. 2-3 күннен кейін күйеуімнің келетін уақыты еді. Бірақ бірдеңе сезгендей күйеуім келмеді. Тіпті бір ретте маған хабарласпады. Қайнағама да хабарласпаған. Ішім өртеніп, өзімді кінәлі сезіндім. Істеп жатқаным дұрыс па? Күйеуім менің тарапымнан осындай сатқындыққа лайық па? Ал сезімше, ақшаны кімге жеткізе алмай жатырмыз? Басқа жаққа барып жұмыс жасайтындай, әлде оның ол жақта біреуі бар ма? Жоқ, бірақ ол маған ондай жамандық жасамайды, себебі ол мені шын сүйеді деп ойладым. Кешке бейтаныс номер қоңырау шалып, күйеуімнің көлік апатынан қаза тапқанын айтты. Барлық өзімен болған заттарын маған табыстады. Телефонын ашып қарасам, бірінші бетінде басқа әйелдің суреті тұр. Басында мен ештеңе түсінбедім. Бұл менің күйеуімнің телефоны емес дедім. Ішін ашып қарасам, күйеуімдікі екен. Уақыт өте ұялы телефонның ішін ақтарсам, көңілдесі барына біраз жыл болған екен. Мені сүйетін адам маған адал болады деп ойласам, ол мені тіпті сүймеген екен, мен сияқты. Бірақ екеуміз де бір-біріміздің сезімдерімізді уақытында бағаламаппыз. Арада 1 жыл өткеннен кейін үйге бір танымайтын ағай келді. Менімен амандасып, далаға шығуымды өтінді. Есік алдына шықсам, машинаның артынан маған бір сөмке зат берді. Ойымда ештеңе жоқ. Үйге кіріп сөмкенің ішін ашсам, ішінде хат. Хатта: кешір мені, мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын, деп қана жазылған еді. Хатты оқыған мен ештеңе түсіне алмадым. Екеумізде бала болмағанын күйеуім өзінен көрген сияқты. Бірақ біз нақты кім кінәлі екенін білмеген едік. Уақыт өте келе қайнағам екеуміз тағы да отбасын құрдық. Қазіргі таңда екеуміздің 3 баламыз бар. Сол уақыт аралығында екеуміздің басымыздан өте көп оқиғалар өтті. Қаласаңыздар, оны келесі видеода айтып бере аламын.